Мөлдір балабақша мектеп гимназиясының мектеп алды даярлық тобының білім алушысы Сегізбай Ақжүректің орындауында Абай Құнанбайұлының «Қыс» өлеңі. Абай Құнанбайұлы «Қыс». Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас ті жанды, үсті басы ақ су басқан жер сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі одан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасын жауып екі көзін, басын сөкше қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ сар кет долданғанда, алты қанат ақ үй шайқалды. Әуес көйіп жүгірген жас бала бар, беті қолы домбығып үшік шалды. Шүйденмен тым қабаттап киген малысы бет қарауға жарамай теріс айналды. Қарт тепкенге қажымас қайран жылқы, тейтіға құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсын салды қарсы, масыларын қолынан да итке малды. Соныға малды жайып күзетінде, ұйқы өлтірмес қайрат қыл бұз қамалды. Ит жегенше қондыбай қанай жесін, құр жіберін ақтан тұрған кәр шалды.